Осы аптада халықаралық қарттар күні де аталып өтті. Осыдан 29 жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1 қазанда халықаралық қарттар күні деп бекіткен болатын. Міне содан бері елімізде бұл күн мереке ретінде аталып өтеді. Әдетте бұл мерекеде ата-әжелер туған туыстары мен бала-шағасынан құттықтаулар естіп, сыйлықтар алып жатады. Бірақ мұндай бақыт бәріне бірдей бұйырмаған. Әңгіме қарттар үйіндегі адамдар жайында. Айтулы күні біз өңірдегі қарттар үйіне арнайы ат басын бұрып, қариялардың тыныс тіршілігін көзбен көріп қайтқан едік. Таисия Богородская, 78 жаста, қарттар үйін паналағанына 5 жыл. Жарты ғасырға жуық ғұмырын қара алтын игеруге арнаған 2 баланың анасы. Үлкені үйленіп, Воронеж қаласына қоныс аударған. Жұбайы мен кіші ұлы дүниеден өткен соң осында келген. Жағдайым жақсы. Қарттар үй емес, курортта жүргендеймін дейді ол. Ресейдегі немересімен телефон арқылы сөйлесіп, көңілі көншейді. Жанары мұңға толса да, Таисия әжей сыр білдіргісі келмейді. Такой мой выбор. Я собираюсь здесь. Бұл менің таңдауым. Ғұмырымның соңғы күндерін осында өткізуге дайынмын. Ешкімді кінәламаймын. Мұнда уақытылы зейнетақымды алып тұрамын. Барлық жағдайым жасалған. Кейде баламды, немеремді сағынамын. Бірақ олар алыста. Хабарласып тұрамыз, оларға кедергі болғым келмейді. Светлана Ақжігіт қызы да осы пайымда. Қызына кедергі болмауды ойлап, қарттар үйіне келген. Мұнда тұрып жатқанына биыл 6 жыл екен. Мен мұнда еркіндік, міне достарға жақынмын, баланы еттім ғой, кішкентай кезінде көмектестім. Негізі бұның іші жақсы. Курорт, санаторий бұлай қарағанда. Үйіндегідей болмаса да мұнда қарттарға 5 мезгіл тамағынан бастап әлеуметтік, психологиялық, медициналық жан-жақты көмек көрсетіліп тұрады. Күтуші, медбике, дене шынықтыру залы мен массаж бөлмесі дейсіз бе? Барлығы осында. Мұнда тіпті төсек тартып жатқандар да бар. Мамандар оларды қолдан тамақтандырып, шомылдырып, киім-кешектерін ауыстыруға көмектеседі. Бір сөзбен айтқанда, өгейсітпей, баптарын келістіреді. Ауырып қалса, ем-домын жасап, тамырдан, жамбастан уколдарын алып, уақытында алып тұрады. Бір-екі жатқан кісілеріміз бар, ауырып жатқанына. Бұлай жағдайлары жақсы, көңілдері көтеріңкі. Дәрігердің нұсқауы бойынша массаж жасаймын күнделікті. Неміз массаж жасағаннан кейін маман рахметін айтып, бәрі көңіл күйі жақсы болып кетеді. Түсірілім барысында қарттар үйінің қызметкерлері бізге қуантатын бір жайтты мәлімдеді. Айтуларынша жылдан жылға бұл жерде мекен ететіндер саны азайып келеді екен. Яғни ата-анасын қарттар үйіне әкелетіндер сиреп барады. Осы 1-2 жылдықта біздің тұрғындардың саны 120-110 болып келсе, енді қазір бүгінгі таңда 92-ге азайып отырмыз ғой енді. Себебі жылдан жылға көрсеткіш азайып отыр. Біздің жалпы қарттар үйіне тұрғындардың келуі, үлкен қариялардың келуі азайып отыр. Бұл енді қуантарлық жағдай деп есептейміз енді. Беттерін қат-қабат әжім торлаған, ақ самайлы ата-әжелер өткен кеткендерге жалтақтап қарап қояды. Біразын әңгімеге де тарттым. Мүмкін немересін, мүмкін қызын елестеткен болу керек. Бірден ашылып сөйлеседі. Бірақ қай-қайсы да балаларына шаң жуытпайды. Бірі жанұяларына кедергі болмауды алға тартса, екіншілері тыныштық керек болған соң отбасымыздан өзіміз бас тарттық дейді. Бір сөзбен айтқанда, өздерін кінәлайды. Қаусаған қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шалмен санасарғым. Жанымды жегідей жеп қарттар үйі күн сайын қуат кемеп аласардым. Он шатар емес еді-ау пәтеріңде, осында тастап кеттің әкелдің де. Сынаптай сыртым берсе туған балаң тірідей өлген ғой әкелінде. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Аптақпар.